Ресей Мәскеу қаласы, Котловка өзені. Толық өзенге ұқсамайды. Кірпіштің үстінен аяғыңызды суламай екінші жағына өтуге болады. Ең терең жерде су тізеге дейін жетеді. Мен мұнда бұрын қанша су болғанын көрсетемін. Бұл қазіргі су деңгейіндегі тегіс түбі. Ал бұл көне өзеннің жалпақ табаны. Ежелгі өзеннің тік жағасы. Бұрын су осы деңгейде болатын. Мен сізге басқа қырынан көрсетемін. Бұл ежелгі жағалау. Бұл ежелгі түбі. Су деңгей шамамен осы жерде болды. Бірақ бүгінде су өте аз. Бұрын су шамамен осы деңгейде ағып тұратын. Бірақ кейін су жоғалып кетті. Ресейде су қыста қар жауады деп айтуға болады. Көктемде қар еріп, су көп шығады. Бәлкім, көктемгі су тасқыны кезінде бұл үлкен сайды су толығымен басып кетеді. Мен көктемде мұнда не болатынын көрсетемін. Бұл өзеннің ежелгі жағалауы. Бұл ежелгі өзеннің түбі. Су деңгейі бұрын осында болатын. Қар еріді, бірақ су тек заманауи арнада ағып жатыр. Биылғы қыста қар көп жауды. Бірақ су жеткіліксіз болды. Ежелгі түбі толығымен құрғақ. Көп мөлшердегі қар ергеннен кейін де өзен қазіргі арнасынан көтеріле алмады. Ұзақ жылдар бойы шағын өзен бірте-бірте терең және үлкен сайды шайып кетті деп айта аласыз. Жер бедерін салыстырайық. Міне ежелгі өзеннің жағасы. Міне көне өзеннің жалпақ табаны. Қазіргі бағытты қарастырайық. Міне өзеннің заманауи жағалауы. Мұнда заманауи тегіс түбі бар. Ежелгі жалпақ түбі. Бұрында солай болатын. Бүгін осылай болды. Рельеф мүлдем бірдей. Айырмашылығы тек көлемде. Мұндай көп су қайда жоғалып кетті. Бұрын су көп болатын. Бірақ үлкен өзеннен тек шағын ағын ғана қалды.